Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге салат жапырағынан және тауық еті қосылған өте әдемі, дәмі тіл үйіретін салат түрімен бөлісемін. Менімен бірге қайталап жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Құрамындағы заттарды, яғни жұмыртқамызды қайнатып, тауық етін қуырып пісіріп аламыз. Бір бума салат жапырағын осылай артық жерлерінен тазартып, видеода көрсетілгендей етіп, бөліктерге бөліп турап шығамыз. Келесі кезекте бізде қуырылған тауық еті, оны да осылай соломка етіп турап шығатын боламыз. Бұл салаттың ерекшелігі құрамындағы заттар кез келген үйден табылады және дәмі өте бір-бірімен үйлесім тапқан салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қиярымызды осылайынан бөліп, ортасынан бір бөліп, үш бұрыштап, қатты жұқа қылмай турап шығамыз. Жұмыртқаларды да дәл видеода көрсетілгендей етіп, ортасынан бір бөліп, және оны тағы да бір бөлікке бөліп, үш бұрыштап турап шығатын боламыз. Бұл салатқа ерекше дәм беріп тұратын тәтті болгар бұрыштары, оны да дәл осылай алдыңғы заттардың көлемімен бірдей етіп, турап шығатын боламыз. Құрамындағы заттардың барлығын турап болғаннан кейін дәміне қарай жарты шай қасық тұзымызды қосып, үстіне 120 грамм майонезімізді құйып, салатымызды жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей, осылайша салатымыз дайын болады. Құрамындағы заттардың дәмі бір-бірімен өте үйлесімді, дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді комментария бөліміне жазып қалдырыңыз. Қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қоса отырыңыз. Назарларыңызға рахмет. Каналымда шығатын жаңа видеода кездескенше.